Келесі 775 есеміз бөлшектерден тұратын тізбектер қандай заңдылықпен құралған дейді. Біріншісінде 1,5-ке қосамыз 1,6-ны. Оның нәтижесі 3,1 шықты. Енді 1,6-ға 3,1-ді қоссақ 4,7 шығады. Яғни ең соңғы сан мен дейінгі санның қосындысы келесі санға тең екен. Келесі әсінде бізде тұрақты 4-тен 3 санына көбейтіліп тұр. Сонда 8-ден 7 санын 4-тен 3-ке көбейтетін болсақ, 32-ден 21-ге тең. 32-ден 21 санын 4-тен 3-ке көбейтетін болсақ, 128-ден 63-ке тең болады. Дәл солай келесі санды білу үшін 4-тен 3-ке көбейтеміз. Екінші есепте тізбектің жетпейтін сандарды көрсетіңіз дейді. Яғни арасында қалған сандарды көрсету керекпіз. Тізбекке қарасақ, бастапқы 4,4 санын келесі бір санға қосқандағы нәтижеге тең болады. Сонда 4,4-ті 8,8-ге қосатын болсақ, 13,2-ге тең болады. Енді 4,4-ті 13,2-ге қосатын болсақ, 17,6 саны шығады. Яғни келесі санымыз 17,6. Енді оған 17,6-ға 4,4-ті қосатын болсақ, 22-ге тең болады. Оған 4,4-ті қосатын болсақ, келесі санымыз шығады екен. Келесі әсінде бөлшектің алымына 6 санын қосамыз, бөлшектің бөлімін 2-ге бөлеміз. Тұрақты осы заңдылықты пайдалансақ, келесі санымыз шығып отырады екен. Келесі үшіншісінде бөлімдері 21 санынан кіші, 2 саны еселік болатын алымдары сәйкес бөлімдерінен 2 есе артық болатын бөлшектерді жазыңыздар дейді. Яғни 21 санынан кіші болатын болса 20 санын алдық, және оған 2 есе сан 40 болды. Сонда 20-дан 40 санын алдық, 18-ден 36 сандарын алып тізбек құрастырдық.